Келесі тақырып құбылыстар. Жалпы құбылыстар екіге бөлінеді: физикалық және химиялық. Екеуінің айырмашылығы неде екен? Физикалық құбылыстарда заттың өзі өзгермейді. Демек, зат бастапқыда қандай болса, соңында да дәл сондай болып қалады. Бірақ не өзгереді? Оның қасиеттері өзгереді. Мысалы, агрегаттық күйдің өзгеруі ол физикалық құбылыс. Себебі құрамындағы бөлшектердің арасы алшақтайды, олар бір-бірімен байланысы әлсірейді, бірақ әлі де сол бөлшек болып қала береді. Химиялық құбылыстарда бөлшектер өзгеріп кетеді. Олар бір-бірімен қосылып кетуі мүмкін, немесе керісінше бөлініп кетуі мүмкін. Осылай бір бөлшектен басқа бөлшек түзіледі. Келесі химиялық құбылыстың белгілері. Демек, химиялық құбылысты біз қалай анықтай аламыз? Бұл жерде 4 негізгі белгісі бар. Бірінші белгі ол түстің өзгеруі. Ол жерде енді бәрі түсінікті. Егер заттың түсі өзгеріп жатса, ол жерде химиялық реакция жүріп жатыр деген сөз. Екіншісі тұнба түсуі. Тұнба деген жалпы не? Тұнба деген, мысалы, біз ерітіндіні, кез келген бір сұйық затты аламыз, және оның түбінде өзінен өзі қатты зат, қатты бөлшектер түзіліп жатса, осы тұнба деп аталады. Үшіншісі газ бөлінуі. Бұл жерде енді бәрі түсінікті. Мысалы, өзіңіз күнделікті көретін газдалған сусындар, ол осы химиялық реакцияның белгісіне сәйкес келеді. Және жылудың бөлінуі немесе жұтылуы. Жылудың бөлінуі ол жай ғана температураның артуы, демек зат қызып кетеді. Жұтылу кезінде керісінше зат суып кетеді. Жылудың бөлінуін білесіз. Бұл кәдімгі оттың жануы. От жанған кезде одан жылу бөлінеді, демек оттың жануы ол химиялық реакция деген сөз. Келесі қыздыру және суыту графигі. Мысалы, бізде осындай график бар. X осі бізде уақытты көрсетеді, Y осі температураны көрсетеді. Және біз мысалы бір мұз алдық. Оның температурасы -50 градус. Және оны қыздырып бастадық. Оны 0 градусқа дейін қыздырдық та, осы жерде мұздың температурасы әрі қарай артпайды. Ол балқып бастайды. Демек, 0 градустан жоғары температураға дейін мұздың температурасы көтерілмейді. Ол ериді осы жерде. Еріген кезде судың әрі қарай қыздырған кезде мұздың емес, тек судың температурасы ғана артады. Судың температурасы мынау 100 градусқа дейін артты делік, және осы 100 градусқа жеткен кезде су қайнайды. 100 градустан жоғары температураға судың температурасы көтеріле алмайды. Бұл жерде әрі қарай қыздырған кезде тек қана будың ғана температурасы артады. Оны 150 градусқа дейін жеткіземіз, әрі қарай керісінше суытамыз. Бұл жерде дәл солай, тек керісінше болады. 100 градусқа дейін түскен кезде будың температурасы 100 градустан төмен бола алмайды, әрі қарай ол конденсацияланып кетеді де суға айналады. Судың температурасы дәл солай 0 градустан төмен бола алмайды. 0 градусқа жеткен кезде ол мұзға айналады. Әрі қарай суытқан кезде уже мұздың температурасы төмендейді. Егер кітапқа қызыққан болсаңыз, бекітілген комментарийде ссылкалардың барлығы тұр. Солар бойынша проект туралы көбірек біле аласыз.